Біздің сүйікті арнамыз Ақжүрек ТV. Айша, қарашы, қандай қызық мультфильм. Балалар теледидар көп көруге болмайды. Одан да қызықты ертегі айтып берейін. Қандай ертегі айтасыз, анашым? 3 аю мен Маша атты қыз туралы ертегі айтамын. Біздің сүйікті көрермендер арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Олай болса, ертегімізді бастайық. Бір күні орман ішінде кішкентай үйде 3 аю өмір сүріпті. Әке аю, ана аю және кішкентай аю. Мен дәмді етіп, ботқа пісірдім. Ботқа суығанша серуендеп келейік. Аюлар серуендеп мәз болып жүреді. Әкешім, анашым, табиғат қандай әдемі. Сол кезде орманда жүрген кішкентай Маша аюлардың үйін көріп қалады. Мынау қандай әдемі екен. Үстел үстінде 3 ботқалар тұр. Біреуі үлкен, біреуі орташа, біреуі кішкентай еді. Қыз үйге кіріп, ботқаларды татып көреді. Маша үлкен ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ой, бұл өте ыстық. Маша орташа ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ой, бұл өте салқын. Маша кішкентай ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ал мынау өте дәмді екен. Сөйтіп кішкентай аюдың ботқасын түгел жеп қояды да, орындықтарды көреді де, отырып көргісі келеді. Сосын Маша орындықтарға отырып көреді. Ой, бұл тым биік екен. Бұл орындық өте қатты екен. Бұл орындық маған дәл екен. Бірақ кішкентай аюдың орындығына отырған кез сынып қалады. Маша жоғары қабатқа шығып қараса, 3 төсек бар екен, жатып көргісі келеді. Бұл төсек өте биік екен. Маған келмейді екен. Бұл төсек өте жұмсақ екен. Маған ұнамады. Бұл төсек маған арналғандай екен. Жатып ұйықтап алайын. Маша солай алаңсыз, тәтті ұйқыға кетеді. Ал осы кезде аюлар үйге қайтып келеді. Біреу менің ботқамды жеп қойыпты. Менің ботқамды да жепті. Ал менің ботқамды түгел жеп қойыпты. Менің ботқамды да жеп қойыпты. Аюлар үйге біреу кіргенін түсінеді де, орындықтарға қарайды. Әке менің орындығымды сындырыпты. Енді аюлар жатын бөлмеге келсе, төсекте біреу жатқанын көреді. Менің төсегімде біреу жатыр. Ей, мынау кім жатқан? Маша дауыстан оянып кетеді де, қорыққаннан айғайлап жібереді. Сосын терезеден секіріп түсіп, орманға қарай қашып кетеді. Ал 3 аю өз үйлерінде қалып қояды. Енді ешқашан бөтен үйге кірмеймін. Біреудің тамағын жемеймін. Бұл ертегінің түйіні, бөтен үйге рұқсатсыз кіруге болмайды. Күшті ертегі екен. Біреудің затына да рұқсатсыз тиісуге болмайды. Ал осымен ертегіміз аяқталды. Біздің көрермендер ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілерді айтатын боламын. Сау болыңдар.